Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет, жеңіл профитроли дайындайтын боламыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы жаңа рецепттерді біріншілердің қатарынан көретін боласыздар. Қалың ыдысқа 1 стакан су құйып қайнатамыз. Қайнаған соң үстіне тұз бен сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 1 стакан ұнды салып, тез-тез араластырамыз. Комочек болмауы қажет, сондықтан үнемі араластырып отыруымыз керек. Суы барлығы құрғап, жан-жағына жабыспайтын заварное тесто шығуы қажет. Шамамен 15-20 минуттай осылай тоқтаусыз араластырып отыруыңыз керек. Дайын қамырымызды алып, басқа құрғақ ыдысқа салып суытамыз. Суыған соң үстіне жұмыртқаны біртіндеп салып, жақсылап лопатаның көмегімен араластырамыз. Миксермен араластырмаңыз, өйткені ол жан-жаққа шашыраңқы болып кетуі мүмкін. Яғни қамырымыз бірікпей қалуы мүмкін, ал бізге біріккен крем сияқты жұмсақ болуы қажет. Рецептерім ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Дайын қамырымызды кондитерлік мешокқа саламыз, яғни кондитерлік мешоктан формаға салатын боламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, немесе осындай силиконовый коврикті қолданып, үстіне осындай профитроли формасын салып шығамыз. Өзіңіз қалаған формада жасасаңыз болады. Дөңгелек болсын, ұзынша болсын. Пешті алдын ала 200 градусқа қыздырып қоямыз, сосын 200 градуста 20 минуттай пісіреміз. Бетін ашпай 180 градусқа төмендетіп, тағы да қызарғанша пісіресіз. Сосын сөндіріп қойып, бетін ашпай 5-10 минут тағы да күтеміз. Одан кейін бетін ашып, тағы да 5-10 минут тұрады. Сосын кремін дайындауға көшеміз. Творожный массамызды ыдысқа салып, үстінен йогурт, яғни осындай фруктовый йогуртымызды саламыз да миксердің көмегімен 1 келкі болғанша араластырамыз. Яғни воздушный крем болғанша араластыра береміз. Бұл крем өте жеңіл әрі дәмді болып шығады. Кондитерлік мешогымызға салып, іші үшкір насадканы қолдансаңыз болады. Суыған профитролиміздің астынан осылай пышақтың көмегімен тесікше жасаймыз. Және сол тесікшеден кремімізді ішіне кіргізетін боламыз. Немесе жанын кішкене кессеңіз де болады. Профитролиміз дайын, өте жеңіл болып шығады, әрі өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.